көрермендер, бүгін сіздермен бірге мен қуырдақ әзірлейтін боламын. Ол үшін бізге бүйрек, жүрек, өкпе, құйрық май және де картоп пен жуа қажет болады. Бірінші жүректі турап аламыз. Мен видеода көрсеткендей қылып туырсаңыздар да болады. Немесе өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша үлкенірек қылып турасаңыздар да болады. Одан соң құйрық майды видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Одан соң бүйректі видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Одан соң видеода көрсетілгендей етіп өкпені тураймыз.
көбірек картоп алсаңыздар да болады. Картоптарды үлкенірек етіп тураймыз. 4-ке бөлсеңіздер де болады, немесе мен секілді 6-ға немесе 8-ге бөлсеңіздер де болады. Жуаны дәл мен видеода көрсеткендей етіп тураймыз. Өйткені оны біз картошканы салғаннан кейін бетіне салатын боламыз. Оның соғы шығып, қуырдаққа әдемі дәмін беретін болады. Қазанды отқа қойып, май құйып қыздырамыз. Май қатты қызғаннан кейін құйрық майды салып, шыжғыртып қуырамыз. Қазанға бауырды саламыз. Менде бауыр болмағаннан кейін мен жүректі салдым. 15 минуттай бетін жауып қуыратын боламыз. Он 15 минут қуырылғаннан кейін бүйректі саламыз. Бүйректі тез пісетін болғаннан кейін біз оны 10 минутқа ғана бетін жауып қоямыз. Өкпе тез пісетіндіктен біз оны соңғы саламыз да 5-10 минутқа қапағын жауып қоямыз. Қуырылып болғаннан кейін 1-1,5 стакан су құйып, қызғанынша ғана қапағын жауып қоямыз. Картопты саламыз. Картоп міндетті түрде судың үстінде тұру керек. Су егер оны басып тұратын болса, картоптарыңыз ботқа секілді болып қалады. Сондықтан да соған мән берген жөн. Осы кезде тұз, бұрыш қосуларыңызға да болады.
Картоптың үстіне видеода көрсетілгендей қылып жуаны саламыз. Дәл осылай салуларыңыз керек, себебі соғы шығып әдемі болады. Астарыңыз дәмді болсын.